Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай керемет круассанның рецептімен бөлісетін боламын. Сіздермен жұлдыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, және лайктарыңызды баса кетіңіздер. Бізге керегі жылы сүт немесе жылы су. Екеуін де алдын ала жылытып алсаңыздар болады, немесе мен сияқты салқын сүтке ыстық суды құйып жылытып алдым. Массамыз жылы болу керек. Енді осының үстіне ашытқы салатын боламыз. Жақсылап екеуін араластырамыз, және дәміне қарай тұз салатын боламын. Шай қасық толтырмай салдым. Тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де 2 ас қасық сұйық май құятын боламыз. Бұл жерде видеода түспей қалған екен. Сұйық май құйғаннан кейін бір жұмыртқаның ағын құятын боламыз. Сарысын бетіне жаққанға алып қалатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне алдын ала електен өткізіп дайындап алған болатымын. Онды қосып, бірнеше бөлікке бөліп, онды қосып нан илейтін боламыз. Қамырымызды жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Осы керекті заттардың ингредиенттерді видеоның астында тақырыбын бассаңыздар, описанияда шығады, сол жерге қалдыратын боламын. Және ұнды аз-аздан бөліп отырып салыңыздар, өйткені әркімде ұнның тығыздығы әртүрлі болады. Біреуіңізге 100 грамм артық, біреуіне 100 грамм көптеу салынады. Сондықтан аз-аздан бөліп илеп отырып қарайсыздар. Толықтай ешқандай ұн қалмайтындай етіп жақсылап қамырымызды илеп шығатын боламыз. Осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығатын болады. Енді осы қамырымызды жақсылап иленгеннен кейін бетіне пленка, пищевой пленка немесе осылай салафан жауып, орамал жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоятын боламыз. Қамырымыз толықтай ашуы керек, көтеріліп. Мінекей 1,5 сағатта мен қамырым көтеріліп шықты. Енді осы қамырды дастарханымызға түсіріп алып, бірнеше бөлікке бөлетін боламыз. Мен қамырды 6 бөлікке бөліп алдым, орташа көлемдікте. Осы 6 бөлікті осылай қолымызбен қайтадан күлшелеп қоятын боламыз. Жайған кезде топ-домалақ болып жайылу үшін біркелкі қып домалақтап қоятын боламыз. Және де осы иленген қамырымыздың бетін тағы да пленкамен жауып, орамалмен жауып қоятын боламыз. Бұл кеуіп кетпес үшін. Және бір шетінен алып отырып жаятын боламыз қамырымызды. Және қамырымыз жабыспақ болатын болса, кішкене аз-аздан ұн сеуіп отырып жайсаңыздар болады. Мен аз-аздан ұн сеуіп отырып қамырымызды толықтай барлығын орташа қалыңдықта жайып шығатын боламын. Және де қамырды бірінің үстіне бірін қойған кезде аз-аздан ұн сеуіп отырып қойыңыздар, немесе әр бөлік нанды жеке-жеке басқа жерге жайып қойғандарыңыз дұрыс, егерде бірінің үстіне бірі жабысып қалады десеңіздер. Мінекей барлық қамырымызды толықтай осылай жайып алатын боламыз. Мен араларына ұн сеуіп отырып, бірінің үстіне бірін қойдым. Мінекей қамырларымызды толықтай жайып болдым. Ең соңғы қамырға осылай бөлме температурасында тұрған сарымайды жағатын боламыз. Сарымайды алдын ала шығарып қойғандарыңыз дұрыс. Осылай еріп жұмсақ болып тұрса, оңай жағылатын болады. Және ерітіп қосуға болмайды. Ерітіп қоссаңыздар, қамырларыңыздан май шығып кететін болады, сыртына ағып. Енді
май жаққаннан кейін үстіне осы жайылып дайын тұрған қамырды қоятын боламыз. Және оның үстіне де осылай май жағатын боламыз. Және майымыздың пайыздығы 80%-дан жоғары болу керек. Келесі қамырды да дәл солай жасайтын боламыз. Ең соңғы қамырға дейін осылай май жағып шығатын боламыз барлығының арасына. Мінекей, ең соңғы қамырдыға май жақтым және қамырды қойып, бұл ең соңғы қамырдың бетіне май жақпаймыз. Енді осы астыңғы қамыр мен үстіңгі қамырды біріктіріп, жабыстырып шығатын боламыз жан-жағын. Бұл қамырымыздың арасындағы майдың шығып кетпес үшін осылай жабыстырып шықтым барлық жерін. Енді осы қамырымызды күшке салмай, ақырын ғана оқтауымызбен домалақ етіп, орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Өте қатты жоғартпағандарыңыз дұрыс. Осылай астын аударып жайып алсаңыздар да болады. Немесе осы қозғамай, осы тұрған күйінше жайып алсаңыздар болады. Мен астына төңкеріп, осылай жайып шықтым. Енді осы толықтай жайылған қамырымызды үшбұрыш етіп кесіп шығатын боламыз. Бұл жерде круассандардың көлемін өзіңізге байланысты үлкендеу жасайым десеңіздер, осылай 8 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен орташа бөліктерге бөліп жасадым. Көлемі де орташа үлкендікте болады. Және де бұл круассандардың ішіне қалаған начинкаңызды салсаңыз болады. Қант салсаңыз болады, немесе джем. Ал мен варенка салатын боламын. Варенканың және де қоюын алғандарыңыз дұрыс. Менде кішкене сұйықтау болып шықты варенкам, сондықтан аз-аздан қосып салатын боламын. Және әр қамырды осылай кішкене ғана бөліктен кесіп шығатын боламыз. Бұл круассандарымыздың үлкен болып оратылу үшін осылай кесіп шығатын боламыз. Және де вареный сгущенкамызды осылай аз-аздан салып шықтым. Егер де қою варенка болатын болса, сіздер көптеу салсаңыздар болады. Және де осы рогаликилерімізді, круассандарымызды ораған кезде ұш жағын кішкене созыңқырап барып, астына қарай қойғандарыңыз дұрыс. Бұл піскен уақытта круассандарымыз ашылып кетпес үшін. Мінекей, толықтай барлығын орап шығатын боламыз. Осы уақытта духовкілеріңізді қосып қойып қыздырып қойғандарыңыз дұрыс. Қызып тұрған пеште пісіретін боламыз. Мінекей, барлығын орап жасап дайындап қойдым. Енді осыған пергамент қағаз төселген табаға салып, бетіне жаңағы алып қалған жұмыртқамыздың сарысын толықтай барлық жеріне тигізіп жап шығатын боламыз. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться деген қызыл батырманы басып, өзіңізге тіркеп алыңыз. Және де келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаның үстін баса кетіңіздер. Және осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Және де сіздерді жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Мінекей, круассандарымыз пісіп шықты, өте дәмді және қатпарлы болып шығады. Сіздерге де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.